Қайырлы күн балалар, бүгін көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін беруге табылған есептер шығарамыз және кер есептер құрастырамыз. Алдымен сендер өздеріңе ұнайтын мынау бұйымдарды таңдап топқа бөлініп алыңдар. Сосын зергерлік бұйымдарды кімдер жасайды, қалай жасайды, естеріңе түсіріңдер. Сосын көбейту амалының компоненттерін атап беріңдер. Бөлу амалының компоненттерін айтыңдар. Сосын белгісіз көбейткіш табу үшін не істейді? Белгісіз бөлінгішті табу үшін не істейді? Және белгісіз бөлгішті табу үшін не істейтінін еске түсіріңдер. Сосын бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Зергер 30 білезік жасап, оны әрбіреуінде 5-еуден болатындай қорапшаларға салса, ол неше қорап болады? Есептің қысқаша шартына қарап, жауабын жазыңдар. Сосын зергер 30 білезікті 6 қорапшаға салса, әр қорапшада неше білезік болады? Оны да есептеңдер. Сосын бірінші және екінші тапсырмаларға кер есеп құрастырып көріңдер. Кер есеп құрастырғанда сендер барлығы деген 30 санын, бағана белгілі болған 30 санын сұраққа айналдырып жіберіңдер де бөлу амалына кер амал көбейту болады. 6 мен 5-ті көбейтіп барлығын таба қойыңдар. Сосын төртінші есепте зергер көрме залындағы 4 үстелге, әр үстелге 6 жүзіктен қойса неше жүзік қояды? Оны табу үшін 4-ті 6-ға көбейтесіңдер. Сосын мен кіммін деген ойын ойнаңдар бір-бірлеріңмен. Әрі қарай 5-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Бөлінгіші 24, бөлгіші 3 болса, бөліндінің мәні қаншаға тең болады? Сосын көбейткіштері 9 бен 5-тің көбейтіндінің мәні қанша болады? Көбейткіштер 9 бен 5. Ал бөлінгіш 28 болса, бөліндінің мәні 7 болса, бөлгіш табу үшін не істейтін едік? Бөлгіш табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлесіңдер. Сосын мына қосуға бөлуге берілген кестені толтырыңдар. Әрі қарай ойланатын тапсырмаға орындайсыңдар. 17-ге 8-ді қосып қандай саннан азайтса 15 шығады. Немесе 17-ден 8-ді азайтып қандай санды қосса 15 шығады. Мына өрнектердің мәнін тауып көріңдер. Әрі қарай 2 деген санды 4 рет қолданып 4-ті қалай шығарып алуға болады? Сендер өте мықты ойшылсыңдар. Менің тапсырмамды сендер бұдан да басқа түрлендіріп орындай аласыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі білім қобдишаларында қанша білезік жиналды, қанша жүзік, қанша сақина жинадыңдар? Егер 10 бұйым жинаған болсаңдар, онда сендер бүгін өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.